Түйе табан шөбі. Ертеде Ақбөкен мен түйе дос болыпты. Екеуі де бетбақтың шөлін мекендепті. Түйе боталап, Ақбөкен лақтап, өсіп-өніп жатады. Бірақ Ақбөкеннің құралайы өте әлсіз еді. Бауырын көтере алмай, тұяғымен тұра алмай, сүріне беріпті. Қашса қасқырға тұтылып, жел тұрса дауылға жұтылып, мерт болады екен. Елігінен айырылған Ақбөкен зар жылап, көз жасы құрғапты. Желіні сүтке толып, көңілі мұңға солып, қайғысы өзегін өртепті. Көз жасы соралап ағып, кейін қара даққа айналып кетіпті. Киіктің көзінің астындағы қара сызық осыдан қалған екен. Түйенің киікке жаны ашиды. Содан күнде сахар мезгілде Тәңірге боздап мұңын шағады. Құдай сахарда тілеген тілекті қабыл алатын еді. Түйеге Алладан табаныңмен жерді қатты бас, сол жерде бір шөп өсіремін. Құралай соны жесе, бойына ерекше күш-қуат дарытамын деген әуез келді. Түйе қуанып кетіп, бар салмағымен жерді басады. Құданың құдіретімен табан ізінен бір шөп өсіп шығады. Ақбөкен сол шөпті құралайына беріп еді, ол аяғынан тік тұрып, тік тұрғанда нық тұрып, әл жинады. 2 күнде еңсесін көтеріп, енесіне ілесіп жүре бастады. Киік бұған қатты қуанды. Түйе Ақбөкеннің елігі қиналмасын деп, табанымен жерді баса түсті, басқан сайын шөп қаулады. Осыдан бастап бұл шөпті жұрт түйе табан атап кетіпті. Түйе киік досының құралайы ашығып қалмасын деп, әлі күнге дейін топырақты жиі таптап жүреді екен. Оның табаны тиген жерден түйе табан деген шөп өсіп шығады деседі.